Теміртау өлкетану музейінің қорында Теміртау қаласындағы орта білім туралы, оның қалыптасу тарихына байланысты көптеген фотосуреттер сақталған. Олардың ең ескілерін жүйелеу өте қиын. Білім беру жүйесі өзгерді, көптеген мектеп ғимараттары сақталмаған. Өткен ғасырдың басынан бері болған оқиғалардың куәгерлері де жоқ. Тегі білім шежіресін қалыптастыра отырып, біз қаламыздағы алғашқы оқу орындары орналасқан жерлерге барып, оларды қолымыздағы суреттермен салыстыруды шештік. Біздің зерттеу жұмысымыз Колхозная көшесінен басталды. Дәл осы жерде 1913 жылы ашылған Самарқанд кентінің, кейіннен Теміртау қаласы мектебі орналасқан болатын. Мектеп Саман үйде орналасқан. 4 жылдық білімді Карл Кремер мен Богдан Шудас есімді мұғалімдер берді. Қазір 100 жылдан астам уақыттан кейін мұғалімдердің фотосуреттері де мектеп ғимаратының өзі де сақталмаған. Самарқанд ауылындағы мектеп туралы келесі деректе сілтеме 1927 жылы белгіленген. Мектеп меңгерушісі Фридрих Горн өзінің анықтамасында мектептің 4 жылдық болған, оқыту неміс тілінде жүргізілген атап өтті. Мұнда 9-15 жас аралығындағы 119 бала оқыды. 2 мұғалім орыс тілі, математика және географиядан сабақ берген, кейін қазақ тілінде оқыту енгізілген. Нұра және Каргресс бір су торабының құрылысының басталуымен Самарқанд кентінің халқының саны едәуір өсті. Әрине, жаңа мектептер қажет болды. 1935 жылы нөмір 3 бастауыш мектебі ашылды. Бұл кең бөлмелері мен шағын спортзалы бар бір қабатты ғимарат болды. Алғашқы мұғалімдер Селина Татьяна мен Шелухина Анна болды. Оқыту қазақ және орыс тілдерінде жүргізілді. Қазіргі Заводская көшесінің жанында орналасқан бұл мектептің ғимараты да сақталмаған. 1936 жылға қарай Самарқандта нөмір 26 тағы бір мектеп салынды. Мұнда 7 білім беру сыныбы болды. Мұғалімдер ұжымы 30 адамға дейін өсті. Мектеп қуғын-сүргінге ұшыраған ғалымдардан құралған өзінің тамаша педагогикалық құрамымен тарихқа енді. Біздің көптеген жерлестеріміз осы мектеп партасына майданға шақырылды. Мұнда соғыс жылдарында болашақ композитор Александра Пахмутова оқыды. Осы уақытқа дейін Теміртау қаласында осы мектептің атымен аталған Школьная көшесі бар. Тек мектеп ғимаратының өзі сақталмады. 90-шы жылдары оны толық бұзылып, оның орнында қазір жанармай құю бекеті орналасқан. 1946 жылға қарай Теміртау қаласында нөмір 11 мектеп салынды. Ол да Школьная көшесінде орналасқан. Өкінішке орай бұл мектептің ізі де қалмады. 1946 жылы Панфилов көшесінде 10 жылдық білім беретін 800 оқушыға арналған мектеп ашылды. Шын мәнінде нөмір 26 мектеп Школьная көшесінен осы ғимаратқа көшіп, нөмір 1 мектеп деп аталды, ал ескі мектеп 7 жылдық нөмір 2 мектеп деп аталды. 1951 жылға қарай қалада тағы 2 мектеп ашылды. Оң жағалауда 280 оқушыға арналған нөмір 19 және Чернышевский көшесінде 400 оқушыға арналған нөмір 16 мектеп. Қазіргі уақытта оң жағалаудағы мектеп қирап қалған. Әлеуметтік қаладағы мектеп ғимаратында түрлі кеңселер орналасқан. 1956 жылы нөмір 1 мектеп тағы да Карьерная көшесіндегі жаңа ғимаратқа көшті. Ол қазір де сол жерде орналасқан. Ал Панфилов көшесінде мектеп нөмір 3 мектеп деп аталды. Сол кезде мектептер әлеуметтік қалада және қаланың шығыс бөлігінде салына бастады. Ескі мектептерде Менделеев көшесіндегі нөмір 5 мектеп, Жамбыл көшесіндегі 12 мектеп және Калинин көшесіндегі нөмір 25 мектеп сақталмаған. Өкінішке орай біз алғашқы Теміртау мектептерін қай жерде және қай кезеңде орналасқан әлде анықтаған жоқпыз. Олардың нөмірленуі қашан және қандай себеппен өзгергенін де білмейміз. Біз Теміртауда бұрыннан бері тұрып келе жатқан қала тұрғындарының көмегіне үміт артамыз. Мүмкін бұл соншалықты маңызды да емес шығар. Мәселе ғимараттарда емес қой. Теміртау білім беру жүйесінің негізін қалаған, қала тұрғындарының бірнеше ұрпағын тәрбиелеп, Теміртау тарихында мәңгі қалған тамаша педагогтарда.